жастар үйленуге кешігеді, яғни бойдақтар көбейеді. Мына қоғамда үйленбеген ер жігіттер, үйленбеген қыз балалар көбейеді. Сол кезде мына жердің бетінде фитна болады. Неге? Себебі қазақ айтады, бойдақта еш жоқ дейді. Яғни жарыместер көбейеді деген сөз жердің бетінде. Бойдақта еш жоқ деп қазақ әдемілеп тұрып ескертеді. Бойдақтың көңілі алаң ол. Оның тапқан мал мүлкінде, істеген ісінде береке болмайды. Сондықтан біздің халқымыз айтады, бас екеуі болмай, мал екеуі болмайды дейді. Бұл қазақтың әдемі айтылған сөздер осыдан келіп шыққан. Қашан сен үйленесің, көңілің тұрақтайды, одан кейін өмірге басқаша қарайсың, жауапкершілікті көбірек сезінесің, ары қарата жайлап сол жаңағы үйдегі түнгі молданың оқуы мықты дейді ғой, үйдегі кісі қайта сені талап етіп, былай направить етіп отырады, содан кейін жайлап сен тірлік жасай бастайсың, реттей бастайсың, үйіңді, көлігіңді, бизнесіңді, басқа шаруаңды деген секілді. А бойдақ кезде көбінде ол шаруаларды реттей алмайды ол әдетте. Сондықтан біздің халқымыз айтып жатыр, бас екеу болмай, мал екеу болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр, сендер теңі табылған қызды ешқашан кешіктірмеңдер дейді. Намаздың уақыты келді ма, кешіктірмей оқу керек секілді. Теңі табылған қызды кешіктірмей тұрмысқа беру керек. Өкінішке орай кейде бізде қанша мысал үшінге теңі келіп тұрса да, басқа дүниелік, материалдық бір ерекше жаңағы қасиеттері бар, немесе бір дүниелік, материалдық бір артықшылығы бар жігіттерді күтеді де, сонымен өзінің мүмкіндігін жіберіп алып, одан кейін барып қоғамда қазір өкінішке орай кәрі қыздардың, отырып қалғандардың көбейіп бара жатқан жағдайында көріп отырмын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осыны айтып жатыр. Жердің бетінде бүлік болады, фитна болады.